Қандай косметологқа барсаңыз да сізге күннен қорғайтын SPF блогын қолдануға кеңес береді. Бұл косметологиядағы бірінші заң, өйткені бетке түрлі дақ көп жағдайда күннің әсерінен пайда болады. Біздің елде адамдардың 90% SPF туралы біле бермейді. Жазда SPF 50+, қыс мезгілінде SPF 30 факторлы кремдерді пайдалануға болады. Европада біздің елдегімен салыстырғанда күннің белсенділігі төмен. Ол жақта жылдың қай мезгілінде болмасын SPF 30-ды қолдана беруге болады. Сол себепті де адамдарға жарнамаға алданып қалмауды айтып келеміз. Әр аймаққа адамға жеке тәсіл қажет, бірақ қай мезгілде, мекенде болмасын, үйден шығардан 15 минут бұрын SPF жағу керек. Далада жүрсе әр 2 сағат сайын оны жаңалап жағып қою қажет. Сонда ерте жастан әжім пайда болмайды. Оны косметологияда фотоқараю деп атайды. Егер SPF кремді дұрыс пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі құрғамайды, түрлі пигмент, дақ та пайда болмайды. Адам 17-18 жасынан бастап бетті күннен қорғауды бастаса, онда биологиялық жасынан әлде қайда кіші көрінеді. Бірақ кез келген күтімді қолға алмас бұрын алдымен дәрігерлермен кеңескен жөн. Ер мен әйелдің бет күтімінде қандай айырмашылықтар бар? Ер адамдарды әйелдерге қарағанда май безі көбірек бөлінеді. Олар көбірек терлейді, күннің астында да көбірек жүреді. Қимыл қозғалыстары да аз болмайды. Косметологтар сол себепті ер адамдарды SPF спрейлерді қолдануға кеңес береді. Оны әр 2 сағат сайын пайдалану қажет. Бірақ ер адамдардың көбі бұл ережеге бағынбайды. Міндетті түрде формен косметикаларын қолдануы қажет. Өйткені әйел мен ердің бет терісінің құрылымы екі бөлек.